Өте жақсы. Жеті саны қазақ халқы үшін өте қасиетті сан. Оны барлығымыз білеміз. Ал енді жеті санға байланысты, жетіге байланысты кім қандай болмайды алады? Қазақта жеті ата бар. Қазақта жеті ата бар. Жеті атасы білмеген, жетесіз деген сөз бар. Жақсы. Қазақта жеті қазына бар. Қазақтың жеті қазынасы бар. Жақсы. Найрина. Аспанда жеті қараш бар. Аспанда жеті қарақшы бар екен. Кім айтады бұл топтан? Айта қой. Аптаның жеті күні. Аптаның жеті күні өте жақсы. Өте тамаша. Жеті қазақтың жеті тұсы бар екен. Артем. Музыкада жеті нота бар. Өте жақсы. Музыкада жеті нота бар. Мінекей балалар, қазір біз жеті санның қасиетті жағын жан-жақты талдап шықтық. Ал енді шынымен де қазақ үшін сол қасиетті тұлғаларды аз емес. Солардың қатарында ең ерекше орын алатын қасиетті кім? Ақын. Кім айтады? Кім айтады? Сұхрат. Абай Құнанбайұлы. Шынымен де, рахмет, отыра ғой. Абай Құнанбайұлы қазақ үшін дара, қазақ үшін дана, қазақ үшін жалғыз Абай. Оны барлығымыз білеміз. Өткен тақырыптарда біз Абай өміріне, шығармашылығына кішкене шолу жасаған болатынбыз. Сонымен қатар мен сіздерге үйге тапсырма берген болатынмын. Абайдың өмірі, ғажап өмір тақырыбында қосымша мәлімет жинап дайындап келулеріңіз болады. Енді шынымен де Абай жайлы сіздер тіпті балабақшадан бастап таныссыздар, бастауыш сыныптардан бастап таныссыздар. Күнделікті ұлттық телеарналар, балапан арнасы, басқа да арналарда Абай жайлы өте көп мәлімет алып отырсыздар. Сондықтан сіздерге бұл тапсырма ешқандай қиындық тудырмады деген ойдамын. Келісесіздер ме? Өте жақсы. Ал енді бірінші және екінші топ. Бірінші топтың көшбасшысы кімізде? Сұхрат. Өте жақсы. Сұхрат, сіздің тобыңыз үй тапсырмасы бойынша Абай өмірі, ғажап өмір тақырыбында не дайындадыңыздар? Біздің тобымыз Абай туралы постер және презентация дайындады. Өте жақсы. Ал қарсыластар дейміз ба? Екінші топ сіздер де дайындадыңыздар? Біздің топ Абай Құнанбай оқымыш шығармашылығының презентация мен постер жасады. Өте жақсы. Керемет. Ал ондай болатын болса, кезек бірінші топқа. Сұхрат, алып шығыңыз тобыңызды. Тез шығамыз, балапандар шығамыз. Көрсетеміз. Артем, сен мына жерден ұста, Артем. Мына жақтан ұста. Сен мына жақтан. Кел ал. Тұрады. Ал, бастаңыз. Біз Абай Құнанбайұлы Екінші топ кім дайындайсың? презентация дайындадық. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдебиет тілінің негізін салушы. Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келді. Абай көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болды. Шешесі Ұлжан да ақылды ананың бірі болған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы орта жасқа келгенде атқа мініп ел билеу жұмысына араласқан. Заманы Ресей патшалығының Қазақстанның батысы мен орталық аймағын отарлап, ел билеу жүйесін өз тәртібіне көндіре бастаған кесін. Жақсы. Ал мынау Алматы қаласында Абай үшін қойылған ескерткіш. Өте жақсы, ескерткіш. Жақсы. Ал, енді онда сөзді сіздің тобыңызға берейік, топ мүшелеріңізге. Біздің тобымыз постер дайындап келді. Достарды қорғаймыз, ондай болатын болса. Ал, бастаймыз, қорғаңызға. 1845 жылы Жылан жылында Шыңғыс тауында бұрынғы Семей облысында дүниеге келді. Әкесі Құнанбай тілде шешен, ақылға бай, ел басқарған адам. Анасы Ұлжан ұстамды, мейірімді мен оқылды, мол дана кісі болған. Абай көпті көрген, әжесі Зеренің тәрбиесінде болды. Жақсы.
Абайдың шын аты Ибрахим болады. Ол ұстаз, ақын, философ, ағартушы болады. Абай облысы Қазақстанның шығыс бөлігіндегі облыс. 2022 жылы 8 маусымда құрылған. Әкімшілік орталығы Семей қаласы. Өте жақсы. 1852-1855 жылдары Абай ауыл медресесінде оқыды. Сосын 1855-1859 жылдары Абай Құнанбаев Ұлы Семей қаласында Ахмет Риза медресесінде оқыды. Болды. Өте жақсы. Мына құрметті екінші топ мүшелері көрдіңіздер. Абай өміріне бірінші топ оқушылар осындай керемет постер және презентация жасап кетті. Бір алғысты білдіріп қояйық. Жақсы. Орта қойыңыздар, постерларыңызды маған көрсетіп кетіңіздер. Ал енді Ибрагим, кезек сізге келді. Сіздің тобыңызға келді. Сіз не айтадыңыздар бұл бізге? Біз Абай шығармаларын басқа презентация. Жарайды. Іске сәт. Абай шығармалары. Қияттың дәліз барлығыңыз. Абай шығармалары оларға табиғат лирикасы, махаббат лирикасы, поэмалар, ертегілері, өлеңдері, қара сөздері, оқу білім туралы Шығармалар. Абай өлеңдері түгел дерлік лирикадан құралады. Поэма жанрына көп бой ұрмағаны байқалады. Қысқа өлеңдеріне табиғат бейнесін, адамдар портретін жасауға, ішкі сыртқы қылық қасиеттерін, мінез бітімдерін айқын суреттермен көрсетуді өте шебер. Қай өлеңінде қазақ жерін, қазақтың ұлттық сипатын ерекшеліктері көрініп тұрады. Жақсы. Поэмалар Мас бұлт, Ескендір, Әзім әңгімесі, Мың бір түннен, Вадим, соңғы екі аяқтамай қалған. Соңғы екі поэмасы аяқтамай қалған. Жақсы. Оқу білім туралы. Жасынды ғалым бар деп ескермедім. Ғылым таппай мақтанба. Интернатта оқып жүр. Қара сөздері. Абайдың қырегі қара сөздері бар. Олар 7-ші сөзде адам бағым десеңіз, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. 19-ші сөзінде адам атананда туған есі болмайды. Есті көріп, ұстап тартып, ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды. Сондай білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Есілерді айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі деп есі болады. Сол есілерден есті білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман деген сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Қара сөздерін Назар аударыңызға рахмет. Өте жақсы. Ал бірінші топ оқушылар тыңдадыңыздар. Енді кезек постер қорғауға береміз. Burası ескерткіш кітапхана, мұражай. Англияда Абай. Аудармалары: Пушкин, Евгений Онегин, Лермонтов, Қанжар, Қараңғы түн, тау, қалың. Келесі. Дидарбек. Сөздерді оқыңыз. Слова назидания дейміз. Оқыңыз. Абайдың. Жақын тұрып оқи беріңіз. Абайдың Көркемдік, әлеуметтік, гуманистік, үш тетікті. Әлеуметтік, гуманистік және дінде қазақтары терең білімде еңбегі қара сөздері. Жарайды, жақсы шақырыңыздар. Жауакер. Шығармалар қыз, жазғы түрім күз, ғылым таппай мақтанба, әсем паз, болма, әрнеге, қара сөздері, тағы басқалар. Абай Құнанбаевтың төбелек көтереміз бастырыңызды. 70 жыл толу қарсаңына орай
Көрсеткішіне ұлы ақын шығармаларының tizimi ko'rsatilgan. Жақсы, өте жақсы. Рахмет. Бірінші топ, екінші топқа да алғысымды білдіріп еңбек етуіңіз үшін жақсы. Ал енді отырыңыздар, сіздердің тапсырмаларыңызды орындау деңгейін бағалап шығайық. Бірінші топ өте жақсы дайындық көріпсіздер. Презентацияларыңыз үшін де, екінші постеріңіз үшін де 2-5 қоямыз сіздерге. Екінші топқа презентация үшін 1-5 және де постерді қорғау барысында кішкене кемшіліктер болды. Орын алып келсеңіздер ме, келіспейсіздер ме? Келсе, сол үшін постер қорғауларыңызға 4 деген баға қоямыз. Соңында бағалардың бәрін жиынтығын санайтын боламыз. Сонымен қатар енді жаңағы тапсырма берілген тақырыпты пысықтау мақсатында сіздерге әр топқа 2 Абайдың өлеңін жаттап, талдап келу тапсырылған болады. Естеріңізде бар ғой? Өте жақсы. Ал ондай болатын болса, Сұхрат, сіздің тобыңыз қандай өлең дайындап келді? Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба. Өте жақсы. Отырыңыз. Екінші топ сіздікі, Ибрагим. Білімдіден шыққан сөз. Білімдіден шыққан сөз. Өте жақсы. Ал енді Сұхрат, бастаңыздар онда. Сөз сіздерге. Өте жақсы. Ал, жақсы. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болсам десеңіз. Болам десеңіз. Ағарай. Тілеуім өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, қалады еңбек терең ой. Жақсы, ағарай. Ағы, кім? Sevinç. Қанағат рақым ойлап қой, 5 алысты сіңсеңіз, жамандық көрсең нәпрәтлі, сұмдық көңіл дейсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Өте жақсы. Тағы. Кім ағыры тоқтапсыз бар? Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмап қайда деп? Айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер? Жанбай жатып сөнсеңіз, дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Бірге дердің сөзіне махаббатпен берсеңіз. Өте жақсы. Зябек. Ақыл сенбеңіз, бір іске келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса, мейлі сол айтты. Ақыл менен жеңсеңіз, адамдарға бой бермей, шын сөзбенен өлсеңіз. Өте жақсы. Жан. Дұрыс емес қой, күпір болдым демес қой, қанша қарсы келсеңіз, топ орында көрге айтпа, егер бізге сенсеңіз, мына жазған кісінің атын білмей сөзім жоқ. Өте жақсы. Керемет. Ал, бір ауызды біліп қояйық. Қайыптарыңыз үшін ғылым таппай мақтанба өлеңін жаттап, сіздер талдап келіпсіздер. Өте жақсы. Ал, екінші топ қолында кезекті берсек. Ибрагим, кезек сіздерде. Сіз қандай өлең дайындадыңыздар? Білімдіден шыққан сөз. Білімдіден шыққан сөз. Ал жарайды, кезек сіздерде. Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге, көкірегінде болсын көз. Жүрегі айнай көңілі ояу, сөз тынамас, ол баяу, өз енері тұр таяу, ұқпасын ба сөзі дес. Өте жақсы. Жалғастырамыз кім? Ағарай Шатырозан. Әділет басқан келеріне, сөзге жолық келеріне, тұзу сөзге сенер ме, түзелмесіне келер. Айтшылап жағынар, ұққыш жансып шабынар, ұқпай жатып шабынар, тұзу Дәптеріңізге қарасаңыздар болады, жазып алған дәптеріңізге. ұйқылы ойы ой келесің. Жақсы, ары қарай. Жас баладай жеңіс ғой, байлау емес ақыл ой, ойлағаны айт пен той, жылқы мінез. Сұлу қызбен я батыр, болмаған соң тәңірі алыр. Шығып кетер я
kalır, oğan akıl aramız. Öte жақсы. Отырыңыз, жалғастырамыз. Баяғы емес ақыл ой, ойлаған айт пен тойып, адам қылжам етіңіз. Жақсы, жалғастырамыз. Дидарбек. Сұлу қыз бен яғадыр, болмаған соң тәңірі алғыр. Шығып келер яғалыр, ояр ақыл арамыз. Жақсыға айтсаң, жаны еріп, олар өмір шын беріп, дертті ішіне ем көріп, неге алғанда десіп жүр. Жақсы, отырыңыз. Бірақ әлі де көбірек оқып жаттауымыз керек екен. Жақсыға айтсаң, жаны еріп, оға көңіл шын беріп. Оға жаны шын беріп, дерті ішіне ем көріп, неге алтынды дейсің жи? Жақсы, ары қарай, Хадиша. Ой тәңір ашыл кердесі көк соңды кіне өсеп, болмаған соңды үйлесіп, мәйлі қамқа мәйлі болсын. Жақсы, өте жақсы. Мінекей бірінші және екінші топ өлеңдеріңізді оқып бердіңіздер. Бұл өлеңдеріңізге мен сіздерге тағы бір баға қойсам. Енді бірінші топтың жаттаған өлеңіне мен керемет деп 5 деген баға оқуым керек тұр. Екінші топ кішкене әлі көбірек деп оқуымыз керек екендігі және кішкене қателіктер болған үшін сіздерге тағы 4 деген баға қойғым келіп тұр. Ал сонымен келесі сабағымыздың жаңа тақырыбына көшеміз. Пысықтаймыз абайдың өмірі, ғажап өмір деген. Барлығымыздан абай жайлы көптеген мәлімет білеміз. Қазір оқулықтарымызда шамыз, ол жерде жазбаша, айтылым, оқылым тапсырмалар бар, оның барлығын орындаймыз. Сонымен қатар абай энциклопедиясынан да қосымша мәліметтер аламыз. Дәптерімізді ашып